Баршаңызға қайырлы күн. Барлық үйден табылатын тауықтың сан етінен ерекше маринад дайындап, сондай бір заманауи тағам дайындаймыз. Осындай рецепті қосқым келді. Ең алдымен біз тауықтарымызды осылай кішкене тесіп аламыз. Маринадымыз толықтай жақсы сіңу үшін. Тауығымызды жақсылап жуып, қолдан келгенше қағаз сүлгімен құрғатып алдым. Ең алдымен дәміне қарай тұз қосамын. Шамамен 1 шай қасықтай қажет болады. Менде экстра деген өте майда тұз. Тез еріп, сіңіп кетеді бір жақсы жері. Енді дәміне қарай қара бұрыш қосамыз. Шамамен жарты шай қасық болып қалады. Енді осындай приправа для курицы қосамыз. Приправа для окорочков қоссаңыз болады. Шамамен 1 шай қасықтай қосамыз. Келесі ингредиенттер бізде сұйық, сондықтан олардың барлығын бірге араластырып аламыз. 1 ас қасық соя соусынан қосамыз. Осындай винный уксустан 1 ас қасық қосамыз. Бұл болмаса қоспай қойсаңыз болады. Және де 1 ас қасықтай осындай сұйық май қосамын. Зәйтүн майы бар болса, зәйтүн майы қоссаңыз болады. Және де бұл жердегі ең басты ингредиент бұл апельсин. Осындай 1 орташасы жарайды. Апельсиннің суы, шырыны толықтай бөліну үшін осылай кішкене үстелге дөңгелетіп алсақ болады. Сонда толықтай барлық шырыны оңай шығатын болады. Енді барлық осы апельсиніміздің шырынын қосамыз. Қараңыздар, шырыны өте жақсы шығады. Бұл рецепті сондай шетелдіктер көп қолданады. Осындай бір ерекше шетелский рецепті қосуды жөн көрдім. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Мына мякотты қолдансақ болады. Енді араластырамыз. Біздің маринадымыз осындай сулы болып шықты. Сондықтан мынадай ыдысқа ауыстырып жатырмын. Осы маринадымызды құямыз. Қолымызбен ысқылаймыз. Маринадымызды жасап құйдық. Енді апельсиндерімізді де осылай қоя саламыз. Тоңазытқышқа кем дегенде 30 минутқа жібереміз. Көбірек тұрған сайын дәмі жақсы болады. Мен 1 түнге қалдырамын. Біздің тауықтың сан еті түні бойы маринадталды. Енді пісіруге кірісеміз. Осындай ыдысқа орналастырдым. 180 градусқа дейін қыздырылған пеште 40 минут, 60 минут аралығында пісіреміз. Сол кезде біздің тауығымыз өте сочный болып пісетін болады. Бұлай салыстырмалы айтқанда 180 градус деген ол үлкен градус емес. Сондықтан осындай орташа градуста көбірек уақыт пісірілген тауықтарымыз сондай сочный, жұп-жұмсақ болып піседі. Қазір мына маринадты мен сүзгіден өткізіп аламын. Мына апельсиннің жұмсағынан арылу үшін. Пісуіне 20 минут қалған кезде 5 минут сайын осы маринадты силиконды кисточкамен үстінен жағып отыратын боламын. Тағамымыз дайын болды.
50 минут 180 градуста ыстадым. Рецепт ұнайды деген сенімдемін. Кез келген гарнирмен ұсынуға болады. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын, астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрермендерім, сіздер үшін әрдайым ең жақсы рецепттерді ұсынамын. Каналымда неше түрлі тағамдардың, салаттардың, тәттілердің де рецептілері көп. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, пайдалы болады деген үміттемін.